Сәлеметсіздер ме? Құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті депутаттар, сіздердің назарларыңызға Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы ұсынылады. Заң жобасы елбасының тапсырмасын іске асыру мақсатында және Қазақстанның халықаралық шарттардағы міндеттерін орындау үшін әзірленді. Атап айтқанда, елбасының биылғы Қазақстан халқына жолдауындағы бала кезден бірінші топтағы мүгедектерге күтім жасайтын адамдарға жәрдемақы енгізуді. Сондай-ақ 5 әлеуметтік бастамада жалақысы аз жұмысшылардың салық жүктемесін азайтуды, үшіншіден мүгедектердің құқығы туралы конвенциясына және 2030 жылға дейінгі Қазақстанның әлеуметтік даму тұжырымдамасында көрсетілген ережелерді іске асыруға, сонымен бірге елбасы рухани жаңғыру бағдарламасында туған жерге қайырымдылық қызмет жасауды заңнамалық тұрғыдан бекітуді тапсырды. Осы айтылған міндеттерді орындау үшін ұсынылып отырған заң жобасы бойынша 5 кодекс пен 22 заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізу қарастырылады. Атап айтсақ, заң жобасында келесі бастамалар қамтылды. Біріншіден, балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы заңға 18 жастан асқан бала кезінен бірінші топтағы мүгедекке күтім жасайтын адамдарға арналған жаңа жәрдемақы енгізу нормалары бекітілді. Бұл жәрдемақыны 14 мыңға жуық отбасы алады, ал жәрдемақы көлемі күнкөріс деңгейінің ең төменгі 1,5 мөлшерін құрайды. Бұл жәрдемақы өтініш берген күннен бастап бала кезінен бірінші топтағы мүгедектіктің барлық кезеңіне тағайындалады. Бұл ретте осы заң жобасының бір жаңалығын атап өткім келеді. Ол бала кезінен бірінші топтағы мүгедекке қарап отырған аналардың күтім жасаған кезеңі еңбек стажына қосылады. Осы мақсаттарға 2018 жылдың 1 шілдесінен бастап 2,7 миллиард теңге қарастырылды. Екіншіден, елбасының екінші әлеуметтік бастамасын жүзеге асыру үшін салық кодексіне өзгерістер енгізіледі. Жеке табыс салығының кезеңі 1 жыл болғандықтан аталған механизм 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап жұмыс жасайтын болады. Үшіншіден, мүмкіндігі шектеулі адамдарға әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жаңғырту мақсатында бір қатар өзгертулер қарастырылып отыр. Бұл үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы заңға уәкілетті органның құзыретін нақтылау көзделіп отыр. Оның ішінде арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге мониторинг жүргізу тәртібін және қаржыландыру тәртібін әзірлеу және бекіту құзыреттері бойынша түзетулер бар. Бұл түзетулер әлеуметтік қызмет көрсетуге тек қана мемлекеттің емес, сонымен қатар азаматтардың, отбасы мүшелерінің, жеке сектордың және үкіметтік емес ұйымдармен бірге қатысуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Әлеуметтік қызмет көрсету стандарттары жаңғыртылып, әлеуметтік қызмет көрсету жүйесінің ұйымдары мен арнаулы әлеуметтік қызмет көрсететін мамандардың бірыңғай регистрін қалыптастыру көзделіп отыр. Нәтижесінде жеке секторды кеңейту арқылы әлеуметтік қызмет көрсету сапасы арттырылады. Төртінші, бұдан басқа нормативті құқықтық базаны жаңарту үшін әлеуметтік саладағы заңнаманы инвентаризациялау нәтижесінде бір қатар заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделген. Осылайша міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңға міндетті әлеуметтік төлеушілер санаттарын нақтылайтын түзетулер енгізілді. Яғни, Қазақстан Республикасындағы зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңдағы міндетті зейнетақы жарналарын төлеушілер және Қазақстан Республикасының салық кодексіндегі жеке табыс салығын төлеуге арналған агенттер сияқты міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінде аударым жасайтын адам санаттары реттеліп отыр. Оларға әлеуметтік аударымдарды төлеуші, жұмыс беруші, жеке кәсіпкер, жекеше нотариус, жекеше сот орындаушысы, заңгер, кәсіби делдал, сондай-ақ шаруа немесе фермер қожалықтары жатады. Келесі өзгеріс әлеуметтік қолдау көрсету бойынша бірыңғай тәсіл енгізуді көздейді. Қазіргі қолданыстағы 4 заңнамалық актіде, яғни халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексінде, ветеринария туралы, агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамыту мемлекеттік реттеу туралы және білім туралы заңдарда ауылдық жердегі әлеуметтік қызметкерлердің отын сатып алуға және коммуналдық қызметтерге кететін шығындардың өтеуге құқық беретін нормалар біркелкі емес.
Сондықтан осы 4 заңнамалық актіде әлеуметтік қолдау көрсету нормаларын сәйкестендіруді қарастырылып отыр. Осылайша көрсетіліп отырған әлеуметтік қолдаудың атаулы болуы күшейтіледі. 5. Қазақстан Республикасы мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы заңға еңбекке қабілетті адам ұғымын нақтылау бойынша өзгерістер енгізілді. Бұл өзгерістер отбасының объективті себептермен еңбекке қабілетсіз болуы мүмкін мүшесіне, мысалы бірінші немесе екінші топтағы мүгедек адамдарға және еңбекке уақытша жарамсыз адамдарға міндеттеме қоймауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, жұмыспен қамтудың белсенді шаралары өзгертілген жағдайда әлеуметтік келісім шарттың мерзімін ұзарту мүмкіндігі қарастырылып отыр. 6. Елбасының қарулы күштер жоғарғы қолбасшылығының президенттік резерві институтын енгізу тапсырмасын жүзеге асыру мақсатында әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңға түзетулер енгізу көзделді. Қарулы күштердің жоғарғы қолбасшылығының президенттік резерві түсінігі енгізіледі және оны қалыптастыру тәртібі заңнамалық тұрғыдан бекітіледі. Президент әкімшілігінің ұсынысы бойынша заң жобасында арнаулы мемлекеттік орган қызметкерлерінің әлеуметтік кепілдіктеріне қатысты өзгерістер қарастырылған. Мәселен, Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы заңға арнайы мемлекеттік орган қызметкерлері қатарындағы зейнеткерлерді жерлеуге бір жолғы төлемнің мөлшерін 3 айлық зейнетақысына дейін арттыру қарастырылған. Қазіргі уақытта бұл төлем 80 айлық есептік көрсеткішті құрайды, енді 360 мың теңгеге дейін өседі. Осы мақсаттарға республикалық бюджетте қосымша 9,2 миллиард теңге қарастырылған. 7. Рухани жаңғыру бағдарламасының міндеттерін жүзеге асыру үшін туған жер түсінігін және оған қолдау көрсету тәртібін заңнамалық тұрғыдан бекіту жөнінде қайырымдылық қызмет туралы заңға түзетулер әзірленді. Бұл нормалар қайырымдылықты ерікті түрде жасаудың тиімділігін арттыруға бағытталған. Құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті депутаттар, заң жобасы әлеуметтік саясаттың тиімділігін арттыруға, оның ішінде мемлекеттік органдардың функцияларын айқындауға, әлеуметтік кепілдіктерді және құқықтарды жүзеге асыруға, әлеуметтік қолдау шарттарын нақтылауға мүмкіндік береді. Жалпы алғанда қаралып отырған заң жобасын іске асыру үшін 2018-2020 жылдарға арналған республикалық бюджетте қажетті шығыстар қарастырылған. Қолдау көрсетулеріңізді сұраймын, назарларыңызға рахмет.